Қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздерге үй жағдайында 2 жұмыртқадан дайындалатын өте жұмсақ, үлпілдек болып шығатын пирогты жасап көрсетемін. Жасалу жолы өте оңай. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Мінекей, видеода көріп тұрғандарыңыздай өте керемет болып шығады. Егер менің видеом ұнаса, менің каналымның дамуына үлес қосып, тіркеле кетіңіздер. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға 2 жұмыртқамызды жарып, үстінен 1 кесе шекерімізді қосамыз. Содан соң венчиктің көмегімен жақсылап араластыратын боламыз. Біздің жұмыртқамыз аппақ көпіршікке айналуы тиіс. Шекер ерігенше 3-4 минут жақсылап араластырыңыздар. Біз ешқандай да миксер қолданбайтын боламыз. Содан соң 1 кесе сұйық майымызды қосамыз. Және де сүт. Сүтіңіз міндетті түрде жылы болуы тиіс. Осыларды қосып, жақсылап араластырамыз. Ұндарыңызды алдын ала електен өткізіп дайындап қойыңыздар. Разрыхлитель қосып дайындап қойғанмын. Енді осы массамызды дайындаймыз. Ұнды қосып, қою масса дайындаймыз. Ұнды 2-3 бөліп қоссаңыздар болады. Біздің массамыз дайын болған кезде оны алдын ала майланған формаға құямыз. Және де қызып тұрған пеште 35-40 минут пісіретін боламыз. Біздің пирогымыз өте керемет болып шығады. Барлық заттың құрамын описанияда қалдыратын боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Салтанат. Beep.